Сәлем балалар, хал жағдайларың қалай? Бүгін бізде әліппе 1-ші сынып, 14-ші сабақ. Тақырыбымыз А дыбысы мен әрпі. Алдыңғы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Балалар, суретте А әрпінен келетін не көріп тұрсың? Суретте асқабақ, алқап, алма ағашы, алмұрт, сонымен қатар ақ-лақ, ала бұзау берілген, не? Балалар, біз алқап деп егін егетін егістік жерлерді айтамыз. Екінші, ата не істеп жатыр? Бау-бақшаны тазалап, піскен қауынды, асқабақты жинап жатыр. Үшінші, жеміс-жидектер қай уақытта піседі? Балалар, жеміс-жидектер күз мезгілінде піседі, яғни біздер сабаққа барған кезде біздің ауладағы жеміс-жидектеріміз пісіп, оны рахаттанып жейтін боламыз. Сендердің бау-бақшаларың бар ма? Балалар, аулада өсіресіңдер ме? Онда қандай жемістер піседі? Алма, немесе алмұрт, асқабақ. Ектіңдер ме, балалар? Екінші, бау-бақша деген тақырыпта шағын әңгіме құрастырайық. Сонымен балалар, бау-бақша. Ауылда көп адамдар көктем келісімен бау-бақша егеді. Менің де атам биыл бау-бақшамен айналысты. Биыл қарбыз, қауын, асқабақ, алмұрт, алмалар жақсы өсуде. Бұзау мен лағымыз да біраз алқаптан шөп жеп, тойып жүр. Ауыл деген керемет қой шіркін. Балалар, яғни біз бұл әңгімемізде бау-бақша туралы айттық, қысқаша айтатын болсақ, ауылда бізде атамыз бау-бақшаға түрлі жемістерді, соның ішінде алма, қарбыз, қауын барлығын дерлік өсіреді. Бұл ауылдың керемет екенін білдіріп тұр. Балалар, сабақ ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, менің каналымнан математика, ана тілі, дүниетану, осы сабақтардың жауаптарын көре аласыңдар. Балалар, сау болыңыздар.